Былтырғы шілде мен қазан айының аралығында көрсеткіштерді біз биылғы жылы 1,5 айдың ішінде сол көрсеткіштерін асып түстік. Яғни былтырғы жыл бізде 200-400 тебулер болса күніне, қазіргі таңда бізде жұмыс күндері 700-800 рет пайдаланулар тіркеліп отыр. Яғни жұмыс күндері бізде қала тұрғындары өте ауқымды түрде пайдаланады. Тарифтер негізінен халықтың тұтынуына ыңғайлы етіп жасалған. Яғни біз басқа жалға алу бекеттерін қарастыратын болсақ, жекешелендірілген. Яғни ол жерде велосипедтің пайдалану мерзімі 1 сағаты 500-ден 800 теңге дейін. Бізде болса алғашқы сағат тегін үнемі. Яғни бізде кейбір пайдаланушылар бар, велосипедті алады, бір станциядан екінші станцияға келеді, тіркейді. Аралық 30 минуттан аспаса болды, алады, сөйтіп станцияға ауыстырып күні бойына тегін пайдаланады. Яғни бізде былтырғы жылы бір көрсеткіштер болған, 6,5 мыңға сатып алған пайдаланушыларымыз сол веломаусым барысында сол 6,5 мыңға өздерін велосипедті теуіп еркін пайдаланды. Бізде 40 станциямыз Астана қаласының сол жағалауының орталық бөлігінде орналастырған болатын. Яғни сол 40 станцияда бізде 200 велосипед қала тұрғындарына қызмет атқарды. Сол жүйені пилоттық негізде іске асыру барысында бұл жүйені қала тұрғындары жақсы қабылдады. Яғни жақсы қабылдағаннан кейін жақсы пайдаланулар болды. Соны ескере келе біздің басты демеушіміз Самұрық-Қазына қоры бұл станцияларды биылғы жылы 150-ге дейін ұлғайтуға шешім қабылдап, қазіргі таңда біз сол жұмыстарды іске асырып жатырмыз. Яғни бүгін біз осы қала тұрғындарына былтырғы станцияларға қосымша 21 станцияны іске қоспақпыз. Және де бұл жұмыстар ары қарай жалғасын табатын болады. Станцияларды орналастыру барысы бойынша біз станцияларды іске біртіндеп қоса беретін боламыз. Жыл соңына дейін қала тұрғындарына жалпы 150 станция қызмет атқаратын болады. Велосипедтер саны да ұлғайтылады. Яғни 150 станцияда бізде 1000-ға дейінгі велосипедтер қала тұрғындарына қызмет атқарады.